Барлықтарыңызға қайырлы күн. Есімім Темірлан Мукашев. Мен Мәскеудемін, Қызыл алаңдамын. Мына жерде Кремль орналасқан. Осы биік қабырғаның ар жағында бір жерде Путин да отырған болар. Ендеше жалпы қазақтар үшін, біз үшін Ресейге саяхаттау онша қызық емес, бірақ қазіргі Ресей қызық болып тұр контент жағынан. Өйткені санкциясындағы Ресей бұл қалай болып жатыр, мына жақта санкция әсер етіп жатыр ма деген негізі санкция бар ма вообще, соны бақылауға, зерттеуге келдім. Негізі менің сезуімше, менің болжауымша жақын болашақта Ресейде күрт өзгерістер болайын деп жатыр. Жақын болашақта Ресей басқа болатын сияқты меніңше, сондықтан осыны пайдаланып алып, уақыт барда видеоға түсіріп көріп қалайық. Қазіргі таңда Ресей санкциялардың астында қалып жатыр. Жалпы әлемде бірнеше мемлекеттерге санкциялар енгізілген. Және Ресей 2022 жылдың ақпан айында Украинаға қарсы бастаған соғысынан кейін әлемдегі ең көп санкция алған мемлекет болып атанды. Батыс елдерінен санкция енгізілген мемлекеттердің рейтингін қарайтын болсақ, суық соғыста КСРО-ның одақтасы болғаны үшін Куба мемлекетінде 208 санкция бар. Демократияға жол бермей, адам құқығын таптап жүрген Мьянма 510 санкция. Батыс елдер диктатор деп таныған Мадуроның билігіне қарсы енгізілген санкциялар 651. Әлі қатаң социализмдік режимді сақтап, адам құқығын бұзып отырған, оған қоса ядролық қаруы бар Солтүстік Корея 2077 санкция. Диктатор деп саналатын Башар Асадтың билігіне енгізілген 2600 санкция. Радикалды ислам режимі үшін, демократияға қарсылығы үшін және қауіпті қару жасап жатқаны үшін деп Иран батыс елдерінен 3600-ға жуық санкция алды. Және әлемдегі ең көп санкция енгізілген мемлекет Ресей. Басқа елдерге шабуыл жасап жатқаны үшін деп 5500-ге жуық санкция. Ресей Украинаға қарулы күштерін енгізгенін біз көрдік. ЗВ әрпі суреттелген танктары Украина қалаларында снаряд атып жүргендерін. Сонымен қатар, біз батыс елдері Ресейге санкцияларды қалай енгізгеніне де куә болдық. Дүкендер жаппай Ресейден кетіп жатыр. Ресейлік ұшақтар көп жерге ұшпайтын болды. Бос жатқан әуежайлар, KFC мен Макдональдс кетіп жатыр. Оның бірі күлкілі атқа вкусный и точка деп аталып ауыстырылды. Әлемдік бренд дүкендер Ресейде жабылып, бос жатқан автосалондарды да көрдік. Бірақ Ресейге келсем, американдық KFC орыстарды қуырылған тауық еттерімен тамақтандыруда. Пойыздарда виза мен MasterCard қабылдаймыз дейді. Бұл қалайша? Сонда санкциялар көзбояушылық па? Осыны көрейік, бақылайық, анықтайық. Мен жаңа Инстаграмда KFC ашық қой деп таңғалған стори салсам, кейбіреулер сұрап жатыр, ашық болса ше жабылу керек пе еді? Сондайларға түсіндіріп жіберу керек сияқты. Санкция не екенін. Ресей Украинада әскери операция жасаймыз деп Украинаға басып кірді. Украина және батыс елдері бұл әскери операция емес, бұл соғыс деп, Ресеймен дос болмаймыз деп, және оның экономикасын әлсірету мақсатында санкцияларды енгізді. Демек, батыс компаниялар, брендтер, дүкендер барлығы Ресейден кетті. Соның салдарынан көп адам жұмысын жоғалту керек. Батыс мемлекеттер Ресейден қазба байлықтарды сатып алмайтын болды. Осыдан Ресейде соғысты жалғастыратындай ақша болмау керек. Ресей банктерін SWIFT жүйесінен айырды, яғни әлемдік MasterCard және виза карталары жарамсыз болып, шетел мемлекеттерімен сауда жасауға қиынға түседі. Міне қысқаша санкция деген осы. KFC бұл американдық компания, бірақ ол Ресейден әлі кеткен жоқ. Бар, соған мен таңғалып отырмын. Қалайша олай деп, Макдональдс кетіп еді ғой дегендей. Ресейге енгізілген санкциялардың символына айналған вкусно и точка. Бұрынғы Макдональдс. Осы мекемелердің біріне барып, бургер татып көрейік. Міне вкусно и точкаға да келдік, ақыры жеттік, енді тапсырыс беріп татып көрейік. Макдональдстан айырмашылығы бар ма жоқ па, соны қарап жіберейік. Жалпы интерьері сол бұрынғы Макдональдстағыдай. Жұмыскерлердің формасы да ұқсас. Дәл бұрынғыша осындай үлкен экранда ас мәзірі орнатылған. Назар аударыңыздар, виза мен MasterCard қабылдаймыз дейді. Ал вкусно и точканың логотипі болса осындай, сәнсіз жасыл түсті домалақтың ішіндегі нүкте және екі сызықша. Негізі Макдональдс орнын басып, бір түрлі атаумен аталған вкусно и точка жылдам тамақтану желісінің жаңа логотипі, жануарларға арналған тағамдарды жасайтын португалиялық Matos Mix компаниясының логотипінің көшірмесі. Тіпті негізгі жасыл түсіне дейін көшірілген. Сонда вкусно и точка басшылығы жануарларға арналған тағамдарды жасайтын компаниясынан логотип көшіруін, олардың мекемелерінде тамақтанатын адамдарды жануарларға теңеген астарлы тұспалы ма? Осындай сұрақтарға басшылық бұның барлығы кездейсоқтық деп ақталған екен. Тұтынушыларға қандай қатынасты қараңыздар. Вкусный точкада ағылшын тілі бар, орыс, қытай, сосын өзбек тілі, тәжік тілі және қырғыз тілі. Вау! Өйткені сол өзбектер, тәжіктер, қырғыздар
Мәскеуде көп болғандықтан оларға ыңғайландырып, олардың тілінде сондай мәзір дайындап қойған екен. Мәзірдің барлығы баяғы сол Макдональдстікіндей, ондай тым айырмашылығы жоқ. Комбо дейсінде, мында дейтін тек қана мак комбо деген, чикен комбо, мак деген сөздері жоқ. Мында әртүрлі етіп өзгертіп тастаған. Биг Мак қайдамда, мысалы Биг Мак. Ондай Биг Мак деген жоқ, оның атын өзгертіп тастаған. Кола дейтін добрый кола, Фанта добрый апельсин, Спрайт добрый лимон лайм болып кетті. Коласын тапсырып берейік, классика бойынша. 444 рубльге шықты. Енді бұның барлығын қазақстандық картамен төлеп көрейік. Опа, қалмай тұр. Мәне төленбей жатыр. Отказ дейді. Ақыры тапсырысты осылай кассадан жасауға тура келді. Енді бір орынға барып жайғасайық. Ресейде көп жерлерде төлемді виза және мастеркард карталары арқылы да жасай беруге болады деген көрсеткіштер көп. Бірақ іс жүзінде ешбір жерде төлем қабылданбайды. Виза, мастеркард карталары арқылы Ресейде төлем жасау мүмкін емес. Бұл жағынан санкция істеп тұр. Так, мінекей тапсырысым келді. Добрый кола дегенді ішіп көрейік. Бұл не екен добрый кола? Дәмі сол кола. Дым айырмашылығы жоқ. Жаңа логотиптерін қараңыздар. Вкусные точканың. Қараңыздар, мәне логотип, вкусные точка. Осындай. Басқаша етіп қапталған, Кол жай ғана әппақ. Вкусный точкада бұрынғы атынан тек қана Wi-Fi-дің аты ғана қалды. Қалған бәрі вкусный точка болып кетті. Иісі кәдімгі Макдональдс қой шығып тұрған. Менің тұжырымым бұл дейтін сол Макдональдс, бірақ тек қана аты ғана ауысты да болды. Басқа ешқандай айырмашылық жоқ. Биг Мактың орнына басқа бір атты Гранд Биг деп қояма, солай етіп ауысып тастаған. Кола десең, сол баяғы кола, еш айырмашылық жоқ. Тамақтанып отырғандарыңыз болса, ас болсын. Оралдан Мәскеуге бір күнде жеттім. Алдымен Оралдан Самараға такси арқылы жеттім. Бұл Самара қаласы. Самарадағы темір жол бекетінен осында 2 қабатты вагондардан тұратын бағыты Мәскеуге баратын пойызға міндім. Пойыз билеті 20 000 теңге. Ішін қараңыздар қандай, барлығы судай жаңа. Бұл бірінші қабаттың дәлізі, екінші қабатқа көтерілсек, тағы бір дәліз бар. Купелердің іші жоғарғы орындар төменгі орындардан арзанырақ болады, және әр орында өзінің кішігірім сейфі бар. Әжетханалары кең, таза, барлығы жарқырап жанып тұр. Таң қалдырғаны, туалеттердің бірінде душ бар, және мен осындай душ туралы айтып тұрған жоқпын, ал кәдімгі суға шомылатын душ туралы айтудамын. Бәрі істеп тұр, су ағады, керек болса кез келген жолаушы шомылып шыға алады. Дәліздерде экрандар орнатылған, көп пайдалы ақпарат жазылған, расписанияда. Не болса да Ресейде темір жол саласы өте жақсы дамыған екен. Таң атты, Мәскеуге қош келдік. Хостелді Мәскеудің дәл орталығынан алғанмын, осындай ескі үйлердің бірінде орналасқан, жалпы таптаза заманауи хостел. Хостел бағасы 1 түнге 850 рубль, немесе 6000 теңге. Бөлме іші кең, 6 орын, менің орным терезенің қасында, бөлмеде жалғызбын. Барлығы таза, тіпті орамалдарды да береді. Назар аударыңыздар, орыстардың ескі үйлердің жарлары әдетте осындай қалың болады, подоконнигі бір үстелдің бетімен бірдей. Ауа райы суық екен, тіпті малақай кеуге тура келді. Көшені қараңыздар қандай. Өте әдемі көшеде келе жатырмын. Хостелдің қасындағы көше. Орталықта екенмін мен.
архитектурасы дейтін нағыз еуропалық, бір жағынан кішке Францияға ұқсап қалады. Негізі орыстар өз архитектураларын Франциядан алған екен. Достар, мен Воробьевы горы деген жердемін. Мына жерде Лужники стадионына керемет көрініс ашылып тұр. Шолу алаңы. Ресей Федерациясына кіру бізге қазақстандықтар үшін өте оңай енді. Оған тіпті паспорт та керек емес, виза да керек емес, жай ғана жеке куәлікпен кіре бересіздер. 90 күн бойы жүруге болады. Ендеше менің паспортым Алматыда жатыр. РКТО виза орталығында. Бұл жерде мен дейтін бір мемлекетке виза жасатып жатырмын. Инстаграм оқырмандарым біледі қай елге келесі мен саяхатымды жасайтынымды. Бұл да менің парақшама тіркелгеннің бір артықшылығы. Сондықтан менің парақшама тіркеліп отырыңыздар. Келесі саяхат қай жаққа болатынын алдын ала біліп жүресіздер. Ал егер сіздерге кез келген мемлекетке виза керек болса, қандай да болмасын виза, онда РКТО виза орталығына жолыңыздар. Бизнес виза, туристік виза, емделу виза, жұмыс виза, кез келген виза, қай мемлекетке болмасын. РКТО виза орталығы. Сол жаңағы шіркеу, сосын Кремль, қараңыздар, өте үлкен аумақты алып тұрған Кремль. Ар жағында Москва-Сити, үлкен бизнес-центрлар, сондай, сосын МГУ. Мына жерде сосын Москва-река деген. Бір жерде келе жатып, барлығын көруге болады. Барлығы бір жерде шоғырланған екен. Дәл осы көпірде ресейлік оппозиционер Борис Немцовты атып өлтірген жер екен осы. Осыдан 7 жыл бұрын Борис Немцов осы көпірде жай кеште серуендеп келе жатқан бойда қара машина тоқтап, терезесін ашып, дыбыс шығармай глушительмен атып тастаған. Борис Немцов деген кісі бұл ресейлік оппозиционер және қазір болып жатқан жағдайдың барлығын сол кезде болжап тастаған адам негізі. Мәскеудің орталықты көшелері өте әдемі етіп жарқырап тұр. Барлық жерде гирляндылар түрлі түсті болып тұр. Бір жаңа жылдық ертегіде жүргендейсің. Мына жақта енді жаңа жылдық атмосфера өте керемет сезіледі. Жаңа жыл келе жатқаны да барлығы жақсы етіп сезіледі. Және осы айтқым келгенде, мысалы, Ресейде дейтін Инстаграм істемейді ғой. Бұл шын ба? Бұл шын, негізінде де шынымен де Инстаграм істемейді. Бірақ VPN қоссаң керемет істеп кетеді. VPN, мына жақта VPN-мен еш проблема жоқ. Кез келген VPN-нің барлығы істей береді. Сондықтан бұл жағынан еш қиыншылық жоқ. Және Инстаграм істемегені бұл дейтін Ресей үкімет тарапынан шығарып жатқан шектеулер, бұл дейтін санкцияның кесірі емес. Ресей өзі Инстаграмды блокқа тығып тастады. Білмеймін неге. Бірақ бұл проблема емес, мүлдем. Мен мысалы қазір стористарды салып жатырмын. Мен Ресейде жүрмін деп, мына жақта осылай, мына жақта бұлай дегендей. Бұның барлығын адамдар тікелей уақытта біліп отыр. Мен Ресейде жүргенімді, бірақ осы Мәскеудегі саяхат YouTube-қа тек қана 2023 жылы шығады, ал қазір дейтін желтоқсанның 20-сы. Кешкі Мәскеудің орталығын аралап жүріп, мен осындай мекемені байқадым. Таңқалдым, қалайша американдық Subway атты жылдам тамақтану желісі Ресейде әлі ашық. Сосын әрі қарай жүріп, Bentley дүкеніне тап болдым. Ішінде машиналар тұр, ашық. Ішіне кірдім, Bentleyдің киімдері, ұсақ-түйек заттары сатылуда. Міне осындай бірнеше модельдері витринада сатылымда тұр. Бағалары жазылып тұрған жоқ екен. Сайтқа кіріп білесің дейді менеджер. Келесі мекемесінде Dolce Gabbana дүкені жарқырап ашық тұр. Маңдайша жазулары мүмкін бұл бұрынғы дүкеннен қалған болар. Ішінде сатылып жатқан киімдер Dolce Gabbana емес шығар деп ішіне кіріп тексерсем, міне мен жаңағы жердемін, және егер біреулеріміз ойлап қалуымыз мүмкін, заттары киімдері Dolce Gabbana емес болар десек, мына же туфлины алсақ, туфлины алып қараймыз, қараңыз, Dolce Gabbana. Жаңа очкилер тұр, ана же Dolce Gabbana, сумка жатыр Dolce Gabbana. Dolce Gabbana мұнан ешқайда кеткен жоқ. Қараңыздар.
мына туфли әйел адамдарға Dolce Gabbana дейді. Dolce Gabbana в России открыт разве? В смысле? Ну, типа, видел в новостях, там везде, типа, закрылись все бренды западные. Не слушайте новости. Все по факту. По факту открыто. Я просто думал, что это этот. Нет, все нормально, все нормально. Типа, вывеска осталась, зашел Нет, посмотреть, нет, оказывается, нет, реально нет, все. нет, всё реально. Ладно, спасибо. Иногда действительность расходится с реальностью, но это реально. А это только Dolce Gabbana или другие бренды тоже остались? Некоторые остались. Ладно, хорошо, спасибо. Dolce Gabbanaдан шығып, кішігірім сауда үйінің фудкордына көтерілгенмін. Бұл жерде де батыс елдерінің жылдам тамақтану желілері жұмыстарын істеуде. Бұл қалай сонда? Десек те, Ресейге енгізілген санкция салдары сезілетін тұстары да бар екен. Мысалы, кинотеатрлар. Билеты здесь? Да. Аватар есть? Нет, А Ваканда, Черная пантера, да? все запрещено. Батыс елдер тарапынан Ресейге деген санкция сияқты шектеулер қай жақта әсіресе сезіледі? Бұл дейтін енді кинотеатр жағынан. Мен қазір жаңа кинотеатрға бардым. Бұл жерде кіллің ресейлік фильмдер көрсетілуде. Кішкене ғана бір ондай танымал емес, сондай бір шетелдік кинолар бар енді араларында. Бірақ бұл дейтін танымал емес фильмдер. Қалғандар бәрі баяғы сол елки, тағы бірдеңе дейді, кілең осындай ресейлік фильмдер ғана прокатта бар. Ал Аватар 2 мен Ваканда Қара пантера сияқты фильмдер прокатта жоқ екен. Сонымен қатар, Ресейде Adidas дүкендері жабылған екен. Достар, мен дейтін ЦУМға қазір кіремін. Бұл дейтін центральный универсальный магазин. Яғни бүткіл Ресей бойынша, бүткіл Мәскеу бойынша ең қымбат бутиктер осында орналасқан еді. Қазір көрейік, сол бос тұрған бутиктерді, әлемдік батыс брендтердің барлығы кетіп қалып еді ғой. Сол бос жатқан бутиктерді барып көріп жіберейік. Жалпы не болып жатқан, орнына қандай бутиктер кірді. Міне байқап тұрғанымыздай, ЦУМның ішінде әлемдік барлық брендтер бар. Бұл мен жаңа видеоға түсіргенім, бұл тек қана маған белгілі брендтер, түрлі брендтер. Соның арасында Chanel, Dior, Dolce Gabbana, Gucci дегендей әртүрлі басқа брендтер де көп. Барлығы бар. Ештеңе жабық емес. Міне байқап тұрғаныңыздай, 2022 жылдың соңғы ақпанның соңғы күндері естеріңізде ма? Ойлап жүрдік осындай бизнесті. Саған енді Ресейге iPhone тасып сол жаққа сататын болсақ не болады деп. Мысалы, оларда енді Apple өнімдерін сатып ала алмайтын болды. Не істейміз енді, давай бизнес бастайық. Ресейге келіп, оптым сатайық мына жақта. Сулпак, Технодом сияқты дүкендерден сатып аламыз да, мына жақта өткізейік. 2-3 есе қымбат бәрібір алады деп. Қайдағы міне Apple-дың өз дүкендері бар мында ашық. Нағыз американдық дүкен. Мәскеудің ең орталық ЦУМ деген дүкенінде Apple-дың дүкені бар. Ондай бізде жоқ Қазақстанда. Мен қазір ЦУМның екінші қабатынан шықтым, және мына жақта киім брендтердің бәрі өз орнында. Valentino дейді, Blueberry, Diesel деген, Bottega Veneta, Saint Laurent, білмеймін не деген брендтер, бірақ сенімдім бұның барлығы ресейлік емес, ал батыс елдердің брендтері екеніне. Мына жерде Balenciaga дейді, бірақ ешқандай бутик жабық емес, бәрі өз орнында. Байқағаныңыздай достар,
барлық бутиктер өз орнында, ешкім ешқайда кеткен жоқ, ешқандай бренд дүкендер ешқайда жабылған жоқ та, қалай тұр орында солай тұр екен. Жаңа біреуде сұрадым, а вы можете прокомментировать, типа жауып жатыр еді ғой, соның барлығы, оны айтады барлығы, оның барлығы фейк, өтірік, бұның барлығы батыс елдер мен Украинаның пропагандасы. Біз ешқайда жабылмадық, қалай тұрдық бір орында солай тұрмыз дейді. Бірақ бұның барлығын камераға айтқым келмейді, я на рабочем месте деп, бірақ сөйдейді енді. Не болса да санкция әсері тиген жерлері бар. Мысалы, қонақ үйлер мен хостелдерді табатын букинг қызметі Ресейде істемейді. Икея деген жиһаз дүкендері әлі жабық. Қараңыздар, бұл Икеяның соңғы жұмыс істеген күні осылай өтті. Ресейлік карталар Swift-тен өшірілгендіктен, ресейліктер шетелдік сервистерде онлайн сауда жасай алмайды. Супермаркеттерде көптеген батыс елдерінің азық өнімдері мен тұрмыс химиялары жоқ. Мысалы, жоқтықтың ең көзге көрінетіні, көрінбейтіні Coca-Cola сусындары. Достар, санкцияның тағы әсер еткен жері бұл дейтін Coca-Cola компаниясы. Сіздер білесіздер, Coca-Cola бұл дейтін тек қана Coca-Cola емес, сонымен қатар Fanta, Sprite және тағы да басқа сусындар. Ендеше қазір Ресейде Coca-Cola жоқ, соның орнына әртүрлі қайталанған сусындар қараңыздар. Мына жерде қараңыздар, Fantola'ның андай Fantасы, Sprite'ы, сосын коласының бәрі Fantola болып тұр. Мына Citrus, Lime дейді, кола дейді. Мына жерде кола черноголовка, сосын мынау дейтін Фантаға ұқсап қалады. Мынау жай ғана кола дейді. Мынау добрый кола, недобрый кола, оригинал кола, не оригинал кола, андай дикий кола, не дикий кола, кола ішетін кола, кола ішпейтін кола дегендер бар ма? Фэнси дейді, мына Фантаға ұқсап өзінше. Осындай добрыйдың Фантасы бар міне. Осы мынаулар дейтін енді спрайттар, сосын осындай бар тағы. Кул кола дейді. Оба. Кул Фанта жоқ па мұнда? Осы колалардың арасында Шымкентте жасалатын Jumbo кола көрінбей тұр. Негізі осы бір жерде жаңалықта көріп едім. Шымкентте жасалған Jumbo кола Ресейдің барлық супермаркеттерін толтырып тастады деп лавкаларын, бірақ байқамай тұрмын. Санкциялар әсер еткен тағы бір компаниялардың бірі бұл дейтін Starbucks. Starbucks енді Star Coffee деп аталады. Қазір енді ішіп көрейік. Жалпы енді кофе ол Африкада да кофе ғой, бірақ сонда да. Мен де кофеман емеспін, соншама айырмашылықты көретін, бірақ енді латте өте дәмді қарапайым латте. Жалпы бір жағынан Starbucks Stars Coffee болып ауысқанынан, бұл да бір жағынан оларға белгілі бір деңгейде пайдалы маркетинг жағынан. Неге? Өйткені адамдар Starbucks Stars Coffeeға ауысты, сондықтан осы Stars Coffeeға барып көрейік дейді, татып көрейік дегенде сол дизайны үшін, жалпы жай ғана қызық үшін. Сол жағынан бір жағынан мүмкін көбірек бір тұтынушыларды тартуы мүмкін осындай іс-әрекеттер. Былайша айтқанда ребрендинг болғаны. Санкциялардың тағы да бір әсер еткен жері бұл әуе саласы. Көрермендерім, мен қазір Мәскеудің Шереметьев деген әуежайында жүрмін. Мына жақтан қайтадан Самараға қарай ұшып бара жатырмын, бірақ бұл видеоның соңы емес, жай ғана ортасында. Осы жақта әуе саласы туралы айтып жібергім келіп тұр. Өйткені санкциялар дейтін әуе саласына да ықпалын тигізді. Енді мысалы қазір дейтін Ресей мен батыс мемлекеттер арасындағы ұшу рейстері тоқтатылды. Шынымен де Еуропаға ешқайда ұшып кете алмайсың Ресейден. Тек қана осындай Таиланд сияқты ТМД елдері, енді түсінікті, Таиланд, сосын Араб елдері, Мысыр, Оман, Катар, Біріккен Араб әмірліктері сияқты, сосын Үндістан, Шри-Ланка, Мальдивы, Иран деген елдерге ұшып кетуге болады. Ал Испания, Франция, ақш мемлекеттеріне ұшып кететін рейсі жоқ. Оның барлығы тоқтатылды санкцияның саласынан. Сондан мен ойладым, мына жаққа Шереметьевге кіргенде бұрындағыдай болмайды деп. Мына жақта адам аз болады, жолаушылар аз, көптеген мына жерде мейрамханалар, кофелер, тағы да дүкендер көп барлығы жабық тұра ма деп ойладым, бірақ жоқ, адам аз емес. Сол кәдімгі қарапайым әуежай барлық бүткіл әлемде
әлемдегідей үлкен барлығы жұмыс істеп жүр, адамдар шұбырып жүр, үлкен кезектер. Сол өз қалпында бәрі жұмыс істеп жатыр. Таңғаларлықтай, таң қалдырды, сол мені шынымен де таң қалдырды. Мен күтпедім осындай болатынын, ойладым, ана жерде бос аэропорт бола ма деп, олай емес екен. Ал енді мен сіздермен өз басты ойыммен бөлісейін. Ресейге енгізілген санкциялар маған жеке өзіме қалай әсер еткені, маған өте қатты әсер етті, маған қатты кедергі болуда негізі Ресейге енгізілген санкциялар. Өйткені мен біріншіден саяхатшымын. Оралда тұрамын да, ал оралдықтар үшін Мәскеу бұл дейтін мына тұрған жер бір күннің ішінде жетуге болады. Осыдан Мәскеу дейтін бұл үлкен хаб болатын. Осы бір Мәскеуден әлемнің кез келген мемлекетіне ұшып кетуге болатын еді. Мен бұрын дейтін ойлап едім, ертең тағы одан әрі саяхатшы ретінде өскенде мен дейтін рейстің көбін Мәскеуден жасаймын деп. Өйткені Еуропаға кез келген қалаға ұшып кетуге болатын еді. Еуропаның бағалары дейтін 20-30 мың теңге. Мәскеу-Лондон рейстері 18 мың теңгеден болатын. Сосын Мәскеу-Нью-Йорк рейстері 100 мың теңгеден болатын. Бұл 2021 жылы мен соның барлығын байқадым. Бір жыл бұрын солай болған бағалар. Ойладым, вот ертең дейтін Еуропаға баратын болсам, мен онда міндетті түрде Мәскеу арқылы ұшамын деп, өйткені маған тиімді, арзанырақ шығады, жақын деп, оңай болады деп, бірақ міне санкциялар енгізілді. Енді маған Алматыға ұшуға тура келеді әр саяхат сайын. Өкінішке орай Қазақстанда рейстердің бәрі рейстердің көбі Алматыдан ұшады. Осылай енді Алматыға кіріп шыға беретін болдым. Стамбул арқылы да ұшып, жағдай міне осылай. Әуе саласындағы жағдайды білдік, енді автокөліктер саласындағы жағдайды көрейік. Байқап тұрғаныңыздай, автосалондарда шетелдік брендтік, еуропалық брендтің машиналары бәрі бар. Mercedes, Renault, Kia, Audi бәрі бар. Тіпті Гелик пен Lexus та бар. Ешқайда машиналар жоғалған жоқ, машиналардың бәрі өз орнында сатылуда. Көрермендерім, мен мында автосалондарда аралап жүрмін. Неге деп сұрайсыздар ма? Өйткені Ресейде Москвич деген машиналар жаңартылып жатыр. Қараңыздар. Осындай Москвичтер есіңізде ме? Бұның барлығы қазір міне осындай. Бұның осындай үлкен прогресс қайдан шықты деп сұрасаңыздар, бұның барлығы түпкі негізі Москвич емес, бұның барлығы қытайлық машиналар. Бұның жай ғана документация жерінде де ғана атын өзгертіп тастайды. Міне машина осындай қытайлық машиналар, сол атын Москвич деп өзгертеді, логотипін ауыстырады да болды. Ресейлік машина деп жатыр. Сол Қытайдан 1 миллионға сатып алады, мұнан 3 миллионға сатуда. Сол 3 миллионға негізі осындай машиналарды сатып алуға болады, бағалары бірдей. Сонымен қатар, енді байқап тұрғаныңыздай, мына жақта Volkswagen дейді, Ford, Mercedes, Volvo, осындай батыс мемлекеттердің автокөліктері сатылымда әлі бар. Санкция аяғына дейін істеп жатқан жоқ, бірақ санкция істеп жатыр дегеннің белгісі сол Москвичті Қытайдан машина сатып алып, қытайлық соны Москвич деп ауыстыру, бұл енді санкцияның нәтижелері деп тануға болады. Сонымен қатар батыс көліктерінен басқа, мына жақта енді Chery деген, Geely деген сияқты басқа да қытайлық автокөліктер, автосалондар бар. Негізі мына жақта автосалондарды көру үшін келдім. Бүгінгі күннің уақыты бәрі соған кетті. Неге? Өйткені автосалондар орталықтан алыс, бір үлкен проспект шосселардың бойларында орналасқан. Бұл жақта метродан түсесің, бірнеше километр жүруің керексің. Ана жерде абаттандырылмаған олар дейтін шосселар, трассалар, адамдар жаяу жүретіндей бұндай жағдай жасалған жоқ. Сондықтан бұның барлығы өте қиын болды мына жаққа келіп осы түсіруге. Күннің бәрі соған кетіп қалды. Қазір сағат 5, бірақ сыртта қараңғы. Автосалондарды айналып білгенім. Әзірге еш автосалонда Москвич сатылымда жоқ. Бұның барлығы жай ғана жоспар, концепт. Іс жүзінде бірде-бір автодилер қолдарына жасанды Москвичті әлі алмаған екен. Ожидаем дейді. Возможно, в скором времени будем продавать, но пока что еще не пришли и никаких конкретных новостей, дейді сатушының бірі маған. Ресейліктердің автокөлікпен жасап жатқан осындай қылықтары тағы да бір саладан байқалды. Қараңыздар, бұл ресейлік өнім, Добриня деп аталатын дрондар. Жаңалықтарда толығымен ұсақ бөлшектеріне дейін Ресейде жасалады дейді. Бағасы 130 мың рубль. Беспилотник «Добрыня» петербургские инженеры спроектировали всего за месяц. Полетные контроллеры, мозг коптера, собственная разработка. Іс жүзінде бұл қытайлық iFlight Nazgul Evoque F5 деген FPV дрон екен. Алиэкспресте сатылады, бағасы 21 мың рубль. Негізі бұл қытайлық дрон сатып алғандардың пікірі бойынша дұрыс ұшпайтын, камерасы шамалы, байланысы үзіле беретін арзан сапасыз дрон деп жатыр. Соны Алмазы Антей компаниясы Қытайдан 21 мың рубльға сатып алады да, мүмкін тіпті одан да арзан өткені көтерме бағамен. Сосын Ресейге келіп Добриня деп 130 мың рубльға сатуда.
Бұл Мәскеудегі Горький атындағы паркке кіреберіс. Байқағаныңыздай З, тағы З және В әріптері орнатылған. Тағы да осындай инсталляциялар бар. Мұнда Мәскеу бойынша байқағаным З, В, мы вместе дегендей сондай бір насихаттайтын заттар, жазулар жоқтың қасы өте аз. Осыған Мәскеуге келгенге дейін ойлап едім, кез келген әрбір екінші машинада З деген наклейка бола ма, жабыстырып тұрады деп. Сосын әрбір жерде сондай плакаттар, Путиннің суреті, бір әскери адамдардың насихаттап жатқан плакаттар өте көп болады ма деп ойлап едім, бірақ таңғаларлықтай аз, жоқтың қасы. Білмеймін, енді Мәскеуде не бар, 3-ші күнмін, бірақ бар байқағаным осы бірінші рет. Парк Горьковның алдына келгенде ғана осындайды байқап тұрмын, ал басқа жақта байқамадым. Білмеймін, мүмкін алда байқап жатармын, әлі Мәскеуде 2 күн бойы боламын. Сондықтан жағдай әзірге осылай. Және байқадым. Мысалы, Қызыл алаңның қасында Госдума орналасқан екен. Сол Госдуманың алдында күн сайын, күн ұзаққа осылай бір кісі тұрады. Госдуманың кіреберісінде осындай жазулар жазылған. Бұл жазуларда Ресейге шабуыл жасалуда, ақш Ресейге қарсы жаман пропаганда жүргізуде делінген. Мәскеу аялдамаларында бұндай суреттерді байқауға болады. Ал бұл Самараның пойыз бекетінде жүргенде түсіріп алғаным. Плакаттарда соғысуға кеткен ресейлік әскерлердің жұбайлары хат жазғандай болуда. Қалайсың, біз жақсымыз, сағынудамыз. Мишаня мектептен 5 алып жүр дегендей хаттар. Бұл енді соғысуға насихат плакаттары. Және әрине машинаға жапсырылған З әріптері де бар. Енді ең басты сұрақ: неге көптеген батыс елдерінің компаниялары, дүкендері, тамақтанатын мекемелері Ресейде әлі ашық? Батыс елдердің компаниялары Ресейде әлі күнге дейін қалудың өз жары мен себептері бар. Франчайзинг немесе франшиза. Бұл бір компанияның басқа компаниядан оның бренді мен бизнес үлгісін пайдалану құқығын сатып алуы. Тауар таңбасының иесі сатып алушының жұмысына араласуға немесе оның сауда нүктелерін жабуға құқығы жоқ. Осылайша Ресейде франшиза бойынша көптеген шетелдік брендтер әлі күнге дейін жұмыс істеуде. KFC-ді алатын болсақ, американдық Yum Brands компаниясына тікелей тиесілі 70 KFC мейрамханалары санкция салдарынан жабылды. Ал қалған 680 мейрамханалар франшиза бойынша ашылғандықтан әрі қарай жұмыстарын жалғастыруда. Burger Kingпен жағдай қызығырақ. Burger King франшизасын беретін RBI компаниясы франшизаны қайтарып алып мейрамханаларын жапқысы келеді. Ресейде Burger Kingтің 30% акциясы Колобов атты кәсіпкерге тиесілі. Акционерлер арасында Ресейден кетейік деген ұсыныс ортаға тасталды. Колобов келіспеді. Кетпейміз деп Burger Kingті Ресейде әлі ұстап тұр. Яғни Burger King Ресейде жабылуы үшін акционерлер мен директорлар бір ауыз келісімге келуі керек. Пайданың 30%-ын ұстап тұрған Колобов ғана жалғыз қарсы болғандықтан Burger King Ресейде жабыла алмай жатыр. Негізі көптеген компаниялардың Ресейде жабылуы мүмкін еместігінің бір себебі Ресей Федерациясының заңнамасында. Бұл бизнестер Ресейде орналасып, Ресейде жабылып жатқандықтан заң жағынан кейбір қиыншылықтар пайда болуда. Компаниялардың жабылу себебі санкция. Ресей Украинада жасап жатқан істерімен келіспеуі. Ал Ресей болса санкцияларды мойындамайды. Сондықтан қызметті тоқтатып, жабылудың экономикалық себептері жоқ деп санап, Ресей Федерациясының қылмыстық кодексінің 196 бабы әдейі банкроттық заңымен қауіп төндіруде. Ал бұл заң бойынша компания басшылығы үшін 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған. Ресейдің заң жағынан тағы бір қысымы бар. Естеріңізге сала кетейін, Ресей оған енгізілген санкциялармен келіспейді. Белгілі бір компания Ресейде жұмыс істегісі келмейтіндіктен адамдарды жұмыстан шығара алмайды. Ресей заңнамасы үшін Украинадағы жағдай форс-мажор емес. Жабылу бұл тек басшылықтың шешімі ғана. Бірақ егер ұйым компанияны, дүкенді немесе сауда нүктесін тарату туралы шешім қабылдаса, онда бұл компания басшылығы барлық несиелер, жеткізушілер алдындағы міндеттемелерді өтеген жағдайда ғана жабыла алады. Оған қоса, қызметкерлерді жұмыстан мәжбүрлі түрде босатқандары үшін өтемақы төленуі керек. Тек осы жағдайда ғана компания жабылып, жұмысын тоқтата алады. Бірақ үлкен компанияларды жабу бірнеше жыл уақыт талап ететін өте ұзақ процедура. Айтпақшы, мында мәскеулік метроларды көрейік. Бәріңіз көрген боларсыз. Түрлі видеолардан мәскеулік метролар қандай екен. Міне осындай бір қарапайым кеңес одағы кезінде салынған ғимараттарға түсесің осылай. Әрбір жерге метромен жетіп қалуға болады Мәскеуде. Метро жақсы дамыған. Осындай карта аласың. 3 күнге алдым, шексіз жүре беруге болады. 500 рубль тұрады.
Міне байқап тұрғаныңыздай барлығы сондай ескі кафель. Оп. Мында байқап тұрғаныңыздай вагондар да сондай кеңес одағынан қалған ескі вагондар, бірақ барлығы да істеп тұр. Қайырлы таң, қазір сағат таңғы 8, мен дейтін Мәскеудің шетінде орналасқан қарапайым аудандардың біріндемін. Бұл жақта енді биік-биік үйлер орналасқан, былайша орысша айтқанда человейники дейді бұндайларды, сондай ұғым бар мұнда. Былай қарап тұрсан, шынымен де муравейники дейді ғой, сол сияқты человейники дейді. Қарап тұрсан, шынымен де солай сияқты биік-биік ғимараттар, және бұл жерде дейтін адамдардың ұяшықтары сияқты. Бір жағынан мына жерге келіп, бұның барлығын көрсетіп жатқан себебім, жалпы Мәскеу не екенін көру және соны көрсету. Енді Мәскеуде тұрсаң осылай жер тапшы. Былай ойлап қарасаң, Ресей өте үлкен ел ғой, әлемдегі ең үлкен мемлекет болғанымен, барлығы бір қалаға ағылуда, жан-жақ аймақтардан, және бір сол Мәскеуде орын жетпей жатыр. Сондықтан тығыз кішкентай гектар жерлерге көптеген биік ғимараттарды құрастырып тастайды. Мына артында тұрған үйлердің биіктігі 22 қабаттан тұрады, кейбіреулері 26, ал ана жерде білмеймін не деген анау үй шамамен 40 қабаттан тұратын болар. Осылай мына жақта. Енді осындай көп биік ғимараттар кішкентай жерде шоғырланғандықтан өзінің проблемалары да туындайды. Сол барлығын қарап шығайық қазір, шолу жасап қысқаша. Осындай шағын аудандардың ең басты, ең бірінші проблемасы бұл әрине автотұрақтар. Осындай алып, үлкен биік ғимараттар, үйлер, бұның ішінде көп адамдар тұрады. Көптеген отбасыда, көптеген пәтерде өзінің бір жеке көліктері болады, ал жер кішкентай, тапшы. Сондықтан машиналарын кез келген жерге кішкене бір жерге шығарып қойып, кіргізіп қойып, мінгізіп қоюға тура келеді, әйтпесе жер жоқ, жетпей жатыр. Бұл да сондай бір Мәскеудің баяғы сол бас ауыртатын проблемасы. Ғаламторда андай видеолар көп қой. Мысалы, бір пәтерде өрт болып жатады, сосын өрт сөндіруші машина өтіп кете алмай жатады. Сондықтан мәсаған жергілікті тұрғындар бірігіп, бәрі жолды жауып тастаған машиналарны көтеріп, бір жерге сырып тастайды. Содан кәдімгі адамдар соған міне біз біріктік дегендей мақтанып жатады. Бірақ бұл енді проблема бұл дейтін басқа жерде жатқан сияқты. Қараңыздар достар, артында тұрғаны бұл дейтін мектеп. Енді көп осындай үйлер орналасқан бір шағын аудан ғой бұның барлығы. Бұл жақта барлық үйлер емес, толып тұр үйлер ондай дейтін. Мына жағында тағы камера артында сондай биік ғимараттар, үйлер көп. Және мен сенімді емеспін осы бір мектеп барлық үйлерге жетіп жатқанына. Бұлай бір жағынан қызық жасаған, осы ауданды құрастырғанда үйлердің бәрін бір-біріне енді ұқсайды, бәрін бір компания құрастырды деп сенімдімін. Және ортасына үлкен алаңға мектеп салып тастаған, школа рядом дегендей. Мен сенімдімін осы мектепке басқа аудандардан келіп оқып жатқан оқушылар жоғына. Өйткені мына жердің өзіне жетпейтін сияқты бұл мектептің бір ғана мектеп осындай. Осындай аудандардың тағы бір қиыншылығы бұл дейтін күн сәулесі түспеуі. Ғимараттар өте биік, және бір-біріне сондай тығыз орналасқан, сондықтан кейбір жерлерге, кейбір бұрыштарға, кейбір терезелерге, кейбір пәтерлерге күн сәулесі мүлдем түспейді, ал кейбіреулеріне енді 20-30 минутқа ғана түседі, сол өтіп шығады, болды. Енді біреулер үшін бұл дейтін проблема емес, ал енді сенімдім көп адамдарға бұл енді нағыз қиыншылық күн сәулесі түспеу деген.
Бұл Мәскеудің дәл ортасында орналасқан Донское кладбище. Артымда Әлихан Бөкейхан мен Нығмет Нұрмақов аталарымыздың бейіті. Нығмет Нұрмақов және Әлихан Бөкейхан екеуі бір ату тізімінде болған. Екеуі бір күнде 1937 жылдың 27 қыркүйегінде атылып, сол күні бір жерге көмілген. Әлихан мен Нығмет аталарымызға топырақ бұйырған осы орында Кеңес одағының зұлмат саясатының құрбаны болған 5065 адам жерленген. Кеңестік жендеттер үкімге кесілгендердің денесін крематорийде өртеп, күлін бір шоңқырға төге берген екен. 5000 адамға бұйырған ортақ қабірдің көлемі бар жоғы осы артында орналасқан 2,5 шаршы метр жерде екен. Достар, егер сіздер Мәскеуге келіп жатсаңыздар, Мәскеуде болып жатсаңыздар, осы Донское кладбищеге Әлихан мен Нығмет аталарымыздың бейітіне келіп кетуіңізге болады. Донское кладбище бұл Мәскеудің дәл ортасында орналасқан. Жалпы сол зираттар арасында осыны табу оңай, қиын емес. Кіре берісте сол жағында дәліздер тұрады, осы жүретін тропинкалар ғой, соның 3-ші дәлізіне түсесіздер. 3-ші дәлізімен жүре бергенде оң жаққа қарап жүресіз, осыны бірден байқайсыз. Немесе кіре берісте күзетшілер отырады, сол күзетшілерден сұрасаңыз болады, репрессияға ұшырағандардың бейіті қай жерде деп сізге айтып береді. Репрессияға ұшырағандардың зираты байқап тұрғаныңыздай көбі 37 жылы қайтыс болған екен. Араларында 40-шы, 42-шы жылдары да бар. Бірақ енді көбі Әлихан мен Нығмет аталарымыз сияқты 37 жылдары қайтыс болған екен. Осы 2022 жылдың желтоқсан айында Мәскеуде қар аса көп жауып кетті. Бұндай көлемде қар дейтін Мәскеуде 2 жыл бойы жаумаған екен. Сондықтан қазір Мәскеу қардың астында қалып, қиналып қалып жатыр. Бұған да бір себептер бар. Ең басты себеп 2020 жылы пандемия басталғанда көптеген мигрант жұмыскерлер көше тазалайтын өз елдеріне қайтты. Содан енді пандемияға дейінгі мигрант жұмыскерлердің көлемі өз қалпына қайтадан келмеген, әлі тапшы болуда, көше жинайтын адамдар. Сондықтан қазір Мәскеу қардың астында қалып қиналып жатыр. Қазіргі ақпарат бойынша бір ғана Мәскеу қаласына 200 мың көше тазалайтын адам жетпей жатыр. Сондықтан көше тазалап жүрген, қар күреп жүрген адамдар, бұлар дейтін енді жалақылар аса қатты өсіп кеткен, өйткені олар жетіспей жатыр. Сондықтан Мәскеу үкіметі көше тазалайтын адамдарға ақша көп бөлуде, шақыруда. Өйткені Мәскеу қардың астында қалып жатыр, қиналып. Сонымен достар, Мәскеу қазіргі күні санкция астында қандай? Еш қиналып жатқан жоқ. Меніңше Мәскеу санкцияларды мүлдем сезбей жатыр. Мәскеудің шаруасы түгел. Бірақ бұл енді Мәскеу ғой, ал алыс облыс аймақтары ше. Бұл енді бөлек әңгіме. Халықта айтады ғой осы. Москва это не Россия деп. Шынайы Ресейді көрген келсе, онда Питер мен Мәскеу сияқты витрина болып тұрған қалаларға емес, ал алыс аймақтарға бар деп. Негізі тарихқа үңіліп қарайтын болсақ, санкциялар енгізілген мемлекеттердің билігін, режимін құлатпайды. Жай ғана елдің дамуын баяулатады. Оған қоса әсерін бірден бермейді. Ұзақ жылдар кетеді. Бірақ режим, система қала береді. Соған дәлел Иран, Куба, Солтүстік Корея. Сондықтан қазір Ресейде санкция әсерлері өте аз, дым сезілмейді. 2022 жылдың соңында міне жағдай осылай. Сіздермен болған Темірлан Мұкашев. Келесі саяхаттарда кездескенше.